Имам Аль-Харис Аль-Мухасиби рахмахуллах айтады: "Ваман лам яқбал насихатака фалайса би ахин лак." Кімде-кім сенің насихатыңды қабылдамаса, ол сенің бауырың емес деді. Насихатыңды қабылдамаса, саған насихат етпесе, керісінше кемшіліктеріңді жасыратын болса, бұл адам саған бауыр емес деді. Шынайы бауыр емес. Шынайы бауыр деген, яғни ертең ақиретте шынайы дос болатын, ақиретте бірге болатын достардан емес. Себебі Алла Субханаху тағала Құран Кәрімде: "Әл-ахиллау яумаизин баъдухум ли баъдин адуун иллал муттақин." Қиямет күні әл-ахилла, яғни сондай қатты араласып бір-бірімен кірісіп араласқан адамдар. Араб тілінде хулла деген сөз бар. Хулла деген яғни қатты кірісіп араласу дегенді білдіреді. Қиямет күні сондай араласқан достардың барлығы бір-біріне дұшман болады деді. Иллал муттақин. Тек қана тақуалықта дос болған, бір-біріне жақсылықты үйретіп, жамандықтан қайтарған, яғни діннің негізінде бір-бірімен шынайы бауыр болғандар ғана ертең дос болып қалады қияметте. Ал одан басқалардың барлығы бұл дүниеде пайда үшін тағы да басқа да себептермен жай ғана өтірік шынайы дос болып жүргендердің барлығы дұшманға айналады. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا خير في قوم ليسوا بناصحين ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху айтты дейді: насихат етпеген, өзінің бауырларына насихат етпеген қауымда жақсылық жоқ адамдарда, және насихат етушілерді жақсы көрмейтін адамдарда ешқандай хайыр, жақсылық жоқ дейді. Насихатшыны жақсы көрмеу бұл Аллаға иман келтірмегендердің сипаты. Құранда Алла Субханаху тағала пайғамбарлардың сөзін келтіреді. Инни лакум насихун амин. Өзінің қауымына айтады: мен сендерге адал, шынайы насихатшымын. Мен сендерге адалмын, сендерге жақсылықты қалаймын деді. Ва ансаху лакум. Сендерге насихат етемін деген сөздерін келтіреді. Валакин ла тухиббуна насихин. Бірақ сендер насихат етушілерді жақсы көрмейсіңдер деді. Яғни сендермен адал болып, сендерге жақсылықты қалап, жамандықтарыңды айтқан адамды сендер қаламайсыңдар, жақсы көрмейсіңдер деді.